желі көрермендері, оқырмандары, жалпы өнер сүйер, мәдениет сүйер қауым. Бұл халық театры жалпы 1992 жылы мен естуімше осы мәдениет үйінің басшысы болған, көп жыл әдіскерлік қызметпен ауданға белгілі марқұм серік ағамыз бірімбаев соның қолдауымен драма үйірмесі болып ашылған. Жаспыз осы сәкеннің қасында қанатында жүріп көрдік дайындаған дүниесін, жасаған еңбегін. Одан кейін осы Қызыл орамалды шынарым Жалағаш ауданында өткен облыстық байқауда 3-ші орын алып, сол спектакльмен одан кейін қаншама рет халыққа, елге ұсынылып, халықтың көзайымына айналды. Мен де жүрдім өнер көрсетіп сол спектакльдің құрамында. Іштегі актерлар, актрисалар бәрі енді таза маман емес, бірақ енді сол өнерге жаны ашитын, өнерді жақсы көретін, спектакль ойнасам деп құмартатын жандар. Солардың бәрін тартып, сондай керемет бір дүние шығардық. Шыңғыс Айтматовтың Қызыл орамалды шынарым деген осы жұмыс маған жүктелді. Қазір айналысып жатырмыз. Аллаға шүкір, театр тұрып қалмау керек, халыққа қойылымдар ұсынылу керек кезек-кезегімен. Сонымен кеше мұғалім әлеуметтік драмасын халыққа ұсынып, өте бір ойдағыдай керемет дүние болды. Жақсы деген баға алды халықтан. Кеше кент мәдениет үйінің ұйымдастыруымен өткен үлкен облыстық байқауда басшылық иемдендік. Қазір мына ұялы телефонға байланып қалып жатыр балалар. Сол мәселе жөнінде Құдағилар деген спектакльді ұсындық халыққа. Ол енді бір актылы, 4 көріністі қысқа жарты сағаттық спектакль, комедия. Аудан әкімінің орынбасарында қолдауын көріп отырмыз. Ол кісілерге көп рахмет, қолдап беріп, қанша қойылған қойылымдарды премьерада болып жатыр, басында ашылуында келіп. Соның өзі қандай қолдау бізге. Театрдың реквизиттері жөнінде айтып өтейін енді. Реквизит біздер енді аса қиындыққа туады, өздерің білесіңдер. Бізде енді жалпы мынау қуыршақ театрын ұйымдастырған кезде кәдімгі әркімнің іштегі апайлардың киімдері болады, кәдімгі шубалары тастаған, пуховик киімдері, соларды алып, біздің іште Қуанышгүл деген апайымыз болды, қазір зейнетке кетті. Сол кісіні бейімдеп, осы қашқақтады әлеп кезде. Мен ондай тіген маман емеспін деп. Сонда да күштеп несекерін білдік қой, өзіміз сағаты жағдай. Апай осындай дүние жасау керек, кейіпкерлерге мынандай киім тігілу керек. Сосын осындай реквизиттер жасауымыз керек деп, өздеріңіз білесіздер. Ілиясов Қайрат деген ағамыз болды, зейнетке кетті. Сайы тобының мүшесі, Ілиясовтар жанұялық ансамблінің мүшесі, соны жетекші жасап құрған. Сол азамат осы жерде художник болып жасады, сол ағамызға түсіндіріп, ойша суреттеп, ол кісі мықты художник қой, жасап бізге реквизиттерін жасап берді қолдан. Ручной кәдімгі. Дәуірбадан қиып, арақылдап, краскілеп жасап берді. Сондай дүниелер жаңағыдай қолдан жасап тіктіріп, Қуанышгүл апамызды ақыр аяғында ең соңында тігінші қылып маман қылып шығардық. Мына жаңа жылдық қойылымдарға енді оның бәрін сатып алсаң қанша дүниеге келеді. Сөйтіп жаңа апайымызға тіктіреміз. Сосын спектакльдің киімдері, спектакльдің сахналық киімдері бар, қоятын реквизиттеріміз бар. Оның бәрі жаңағы қойылымнан, спектакльден түскен қаражаттарымыз бар, ақылы қызметпен. Соны ептеп үйлестіріп, бірі қойылымға түскен қаражаттан мына дүниесін аламыз, бірі қойылған қаражаттан мына дүниесін алып сахнаға сөйтіп біріне-бірін жамап ептейміз ғой біздер. Басшымыз қолдап отырады. Халықтан түскен сол билеттен өткен ақшаменен сөйтіп реквизитімізді түзейміз. Енді түптеп келгенде өнер сүйер, өнерді қолдайтын, әсіресе осы театрға өте жанашыр, театрдың тірі қойылым ғой, кәдімгі тірі жанрды. Соны сүйіп көретін көрермендер Аллаға шүкір көп. Ол кісілерге көптен көп рахметіміз айтамыз. Келіп біздің премьерамызға қатысып, ойыншыларымызды қолдап, сый құрмет жасап жатады, рухани қолдап жатады. Біз енді халыққа рухани осындай азық сыйлап жатсақ,
бұл кісілер де келіп мына өнердегі үлкен аға буын өкілдеріңіз, осы жердегі өнерге жанашыр адамдар, қарапайым халық келіп қолдап, спектакльдеріңізге қатысып, бағасын беріп, комментарийлер жазып, әлеуметтік желіде көріп жатсыздар. Әлде де қойылымдарымыз көп, елге, халыққа ұсынылады. Келіп тамашалауға шақырамыз. Қолдап келіп жатқан барша көрермендерімізге басымызды иіп, мың мәрте рахмет айтамыз.